қараңыз апай, сізге айтайын, сіздер видеоға түсіруге қақыңыз жоқ деп айтасыздар. Бірақ әрқайсы мына жерде істейтін қызметкерлер прекрасно біледі, что видеоға түсіруге тұтынушылардың қақысы бар екен, біледі. Бірақ сіздер оны жасырып, түсіруге сіздің қақыңыз жоқ деп айтасыз. Соны халықты алдауды қойсаңыздар екен, әрбір азамат өзінің құқығын білсе екен. Біле білсеңіз, мен былтыр баламды бір өлімнен аман алып қалғам. Содан кейін мен мына больницаға кіргенде камерасыз кіре алмаймын. Себебі бұл жерге кіргенде табалдырықтан аттағаннан бастап менің құқығым бұзылады. Мен страховка төлеймін, бірақ дәрігерлердің дөрекілігі, шынымды айтсам, менің жүрегімді қынжылтады. Қазақ елі, біле жүріңіздер, мынандай, қалай айтсам екен, сіздер егер қой мінезді болсаңыздар, мына жерде сіздер өліп кетесіздер. Сіздерге айтайын, мына жерде сіздер өліп кетесіздер. Мен сияқты жалмаңдап қақпас болмасаңыздар, сіздер өлесіздер да кетесіздер. Выживать ету керек, құқықтарыңызды біліңіздер, заңды оқыңыздар. Қазір ғана менің құқығым тапталып отыр. Қазір ғана мен мұнда мамологқа кірген кезде мамолог мені қабылдамай, дүкеңдеп, дауыс көтеріп, одан кейін бір-екі сөзім жетпей қалды. Орысша сөйледім мен негізі. Мен қазақша сөйле, қазақсың ба дейтінге қарсы адаммын. Мен орысша сөйледім. Орысша сөйлеген кезде бір-екі ауыз сөзімді жеткізе алмай қазақша сөйлеп едім. Я вас не понимаю. Я вас не понимаю деді. Менде триггер. Ал орысша сөйлей алмайтын адамдар не болады сонда? Мен мәжбүрмін осыны айтуға. Қазақ елі, денсаулық сақтау министрлігі, біз не төлейміз? Медстраховка төлейміз. Неге біз медстраховканы уақытылы төлемесек, бізге штраф келеді да, ал біз мына жерде кірген кезде мамолог жалғыз Құдай емес, Құдайдан былай емес, отпускқа кетейін деп жатыр екен. Бүгін кіріп үлгеруіміз керек екен. Мамолог дегеніңіз отпускқа кетсе болды, біз кіре алмаймыз. Басқа мамолог жоқ. Білді екінші поликлиника, республика 50 Астана қаласында отпускқа кетіп баратыр. Болды, мамолог жоқ. Денсаулық сақтау министрлігіне сұрақ, ол мамандар қайда? Неге жас мамандарды толтырып тастамайсыздар мына жерге? Неге кезек күттіріп отырасыздар? Бізде таяқ сүйеніп, адамдар деген кезекпен кезек тұрады. Неге бұл жерде система дұрыс емес? Мен бұл сұрақты бұрын соңды көтермеппін, бірақ мынау поликлиника, полицейский участка кірген кезде кәдімгі жауға кіргенде кірем ғой. Жау мені өлтіріп тастайым екен, жау мені жаулап алам екен деп қаруланып кірмесең, полицейский участокпен осы врачтарға кірмесең, осылай болады. Мен енді ашуландым, кішкене эмоцияға берілдім. Неге бұл кісі маған дөрекі сөйлейді? Мына поликлиника. Неге бұл кісі маған дөрекі сөйлейді? Неге бұл кісі маған үйтіп ана кабинетке жібереді, мына кабинетке жібереді деп айтсам, бүкіл врачтар келіп, жоқ, сізге вам просто кажется дейді. Вам кажется дейді. Мені кәдімгі делқұлы есуасқа шығарып отыр. Мен өз эмоциямды контроль жасай алам, шектен аспаймын, боқтамаймын, төбелеспеймін, біреудің басын жармаймын. Жай ғана сұрадым, неге бұл кісілер мені қабылдамады деп сұрағанға, жоқ. Тут все нормально, просто вам кажется дейді. Міне, мен бұл жерде есуас болып, қазір Астана қаласы республика 50-дегі екінші поликлиникада үйге ақымақ болып кетіп бара жатырмын.